Өзгеге су ұсынсаң өзіңе Мен Абдулла Жұмағалиев атындағы мектеп әуежай балабақша кешенінің 10 сынып оқушысы Бердіғали Қымбат, психолог болашақ мамандығым. Сыныбым жоғарылаған сайын өз болашағымды ойлауға қажет етеді. Яғни өз мамандығым туралы. Мамандық ол біздің болашағымыз. Мамандық таңдауда ешқандай қателеспеу қажет. Яғни мамандық ол атаққа және де абыройға ие болуға, жақсы маман иесі болуға келеді. Осы бойынша, мамандық бойынша біз көптеген еңбек етіп, осы мамандықтың жетістігін көріп арқылы қыр-сырын біле аламыз. Мен психолог мамандығын таңдаған себебім бала кезден адамдарға көмектескенді ұнатамын және де адамдар түсініп, демеу беру үшін осы мамандықты таңдадым. Сонымен қатар өмірдегі мақсатым ешқандай балалар зұлымдық пен қорқынышсыз өмір сүрсе екен деймін. Психология ешқашан өлмейтін, өшпейтін мамандықтардың бірі, яғни керісінше қайта күн санап болашаққа аттанып түскен мамандықтардың бірі. Жүрегімде осы мамандықты таңдағанымда еш өкінішім жоқ. Керісінше әр атқан таңымда көңілді әуен мен жағымды ойлармен қарсы аламын. Ал келешек ұрпаққа айтар кеңесім, мамандық таңдауда ешқандай қателеспесе екен деймін. Мен айналамдағы адамдармен түсіндірме жұмыстарын жүргізу арқылы және психологиялық тренингтер өткізу арқылы өмірдегі құштарымды арттырдым. Өзгеге су ұсынсаң, өзіңе бал ұсынды. Басқаға сор тілесең, басыңнан бақ ұшырды. Алдыңнан шығаратын жасаған нәрісіңді, бұлжымас бұл өмірдің бумеранг заңы сынды. Жақсы адамдармен табысайықшы, жақсы амалдармен қауышайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер. Жақсылық жасап жарысайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер. Жақсылық жасап жарысайықшы. Өзгеге гүл сыйласаң, өз бағын жайқалады. Өзгеге мұң сыйласаң, күлкіңді тойтарады. Өмірде өзгермейтін заң бары байқалады. Бумеранг өмір бәрін өзіңе. Құрметті оқушылар, жақсылық жүректен, мейірім әрекеттен тақырыбында тренингті бастаймыз. Мақсатымыз оқушыларды қайырымдылыққа, бауырмалдылыққа, мейірімділікке, достыққа, адалдыққа және адамгершілікке тәрбиелеу. Өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Өзгеге гүл сыйласаң, өз бағын жайқалады. Өзгеге мұң сыйласаң. Атаның туған күніне сыйлық алғым келмейді. Тортқа отырса бола ма? Кешіріңіздер, тоқтаңыздаршы. Атасын білсе бола ма? Жағдайымыз келгенде міндетті түрде ақшасын қайтарамыз. Бұл видеода қайырымдылық және өзіңе қайтатындығы туралы айтылған. Яғни біреуге қандай жақсылық жасасаң, өзіңе соншалық қайтып келеді. Бұл видеода түсінгеніміз, бір адамның ақшасы жетпей тұрғандықтан көмектесіп, одан кейін қаншама жылдардан кейін қайтып сол адамға бір көмек ретінде көмектесу. Бұл видеода бір адамға көмек көрсетсеңіз, ол сіздің өзіңізге немесе сіздің отбасыңызға келетіні көрсетуге және бұл видеода өзінің жас кезінде бір жағдай төмен отбасыға көмектескен адам өзі қартайған кезде
өзінің сол ортасына келген. Бұл видеороликте менің түсінгенім, бір кісі дүкендегі өзінің жағдайы төмен отбасыға тортты алуға ақшасы жетпегендіктен оларға қаржылай көмектеседі. Ал бірнеше жылдар өткеннен кейін ол кісінің басына тура осындай оқиға түседі. Сол бұрын көмектескен адам оған осылай тура өзі қалай істегенде солай өзі қаржылай көмектен істеді, мейірімді іспен көрсетті. Өзгеге гүл сыйласаң, өз бағын жайқалады. Өзгеге мұң сыйласаң, күлкіңді той тарады. Өмірде өзгермейтін заң бары байқалады. Бумеранг өмір. Жақсылық жүректен мейірім, әрекеттен тренингінің қорытындысында сіздер әрдайым қайырымдымыз, мейірімдіміз.